негізі намаз бұл сыйлық екен. Оны біз ауыр жүк жұмыс секілді оқымау керек. Раббымыздан бізге берген сыйлық. Оны махаббатпен оқу керек. Егер ықыласпен болса жалығасың. Байқайсың ба, кез келген тамақты күніге жесек жалығып кетесің. Сосын біз бір жұмысты істей берсек те жалығамыз ғой. Түрлендіреміз. Ал егер сен ықыласпен істейтін болсаң, одан жалықпайсың. Ал намаздан адам жалықпайды. Сосын жігіттер, Раббымыз 45 намазды, 50 намазды парыз етіп еді. Алдында Мұса пайғамбардың шығып өтініш қылуыменен, өтініш қыл деп айтуыменен, нұсқауыменен Алла Тағала 45 намазды алып тастап, 5 намазды қалдырды. Одан да азайт деп еді, жоқ мен баруға ұяламын деді. 5 намаз болып қалды жігіттер. Сондықтан нәпсіге берілген адам бір намазды да оқи алмайды екен күніне, 2 намазды да оқи алмайды екен. Сондықтан жігіттер, иншалла осы 5 уақыт намазымызға ықыласты болайық. Алла баршамыздың күнәмізді кешірсін.